ойбай, мынау есігінің өзі ауыр ғой. 2023 жылғы жаңа үй біткеніне бір-ақ апта болған, сенесіз ба? Мына қарасаңызшы үйдің енді қазір. Мына сыртқы көрінісі, сыртқы қоршау, воротасы істеймін, гаражы, автомат. Енді мына қараса үй жақта. Ё-май, болашақта елка егетін орындарды қалдырып кеткен. Енді үйдің сыртқы көрінісін қарасай. Тамаша, иә? Сыртын енді әдемілеп бітіріп аласыз. Мына гараждан шығатын есік. Мына жерде кухнядан шығатын террасаға арналған аймақ бар, оны қазір ішінен көрсетемін. Үйдің планировкасы қалай? Ең бастысы осы планировкадағы тамаша жері мына кіреберіс аймақты көрдіңіз ғой, бөлек жасаған. Мынау бізде қазір көретініміз туалет, мына жақта душовой, яғни бөлек қалдырып кеткен дәл кіреберіс аймақта. Ол өте тамаша. Душовой көріп жатқанымыз, мына жақ бөлікте міне туалет орналасқан. Туалеттің ішкі көрінісі барлығы сәнді, есіктері бағалы. Мынау бізде көріп жатқанымыз қазір үйдің кіреберіс аймағы, яғни холлдың бастапқы бөлігі. Жоғарғы жағындағы жарықтандыруға ерекше мән берген көрініп тұр. Кіреберістен дәл мынандай айна қарсы алады, яғни келген қонақтар сәнденіп, боянып, сыланып залға қарай өтеді ғой, қысқасы айтқанда. Так, планировка жағынан осы кіреберістен солға қарай жаңа бірінші ас бөлмемен таныстырып жіберейін, қыз келіншектерге қызықты шығар деп ойлаймын. Көрдіңіз бе, ас бөлмеңіз қандай кең, фартуктер қалай орналастырылған, жоғары жағында жарығы. Мына жерде бөлек осы ас бөлмеге арналған телевизор зонасы бар. Так, мынау жаңа айтып өткен панорамды аймағымыз және ас бөлменің жанында бөлек, бәлки енді алда уақытта ыдыс жууға арналған бөлме ретінде қолдануға болады деген секілді. Енді холлдың жалғасын көріп жіберейік. Мынау бізде холлдың жалғасы, қонақ қабылдау аймақтарының бірі, теледидарды орналастыратын арнайы тағы да бір зона бар, плюс яғни 2 теледидар зонасы бар бізде. Жиегі алтын түстес қылып, әдемілеп сәнді қылып жасаған. Маған өте қатты ұнады. Тағы да бір ерекшелігі, достар, пәтерде қазір үй өте жып-жылы, даже ыстық десем де болады. Теплый пол толығымен. Енді залға қарай кеттік. Мынау бізде залдың көрінісі. Тамаша, иә? Жоғарғы жағында жарықтандыруын өте жақсы ұйымдастырған. Және де қабырғаларын байқап қарасаңыздар, әр бөлмеде әр түрлі әдемі ерекше түстер таңдалған. Енді жатын бөлмелердің зонасына қарай өтеміз. Бізде көріп тұрғанымыз алғашқы жатын бөлмеміз. Бұлай қарай кеттік. Осы жатын бөлмелердің зонасын маңайында прачечный бар, яғни киімді жууға арналған, алда уақытта стиральный машиналарды орнатып қоюға арналған бөлек бөлме бар, яғни мына бөлме. Енді қараңыз, жатын бөлмелердің, екі жатын бөлменің дейін бір ерекшелігі бар, ол гардеробының болуында. Мына бірінші жатын бөлменің гардеробы, төрде орналасқан екінші жатын бөлменің гардеробы бар. Мен жеке енді мына бөлмені алып болатын едім, өйткені сәл мына есігі үлкендеу екен. Тамаша, маған жеке өзіме ұнады. Әттең-ай. Осыны сатып алсам ба деп ойлап қоямын.